Достар, Қытаймен бизнестің 9-шы сабағында периодчиктің екінші түрі хром бета жөніндегі толық ақпаратты сіздерге беретін боламын. Мұндағы барлық Қытай тіліндегі жазуларды сіздер орыс және қазақ тілінде оқи аласыздар. Ол үшін мына жердегі жазуға саусағыңызды 2 секундтай ұстап тұрсаңыз, тауардың ссылкасы копировать етіп алынады. Кейіннен Chrome Beta браузеріне кіріп, поискке жаңағы копировать етіп алған ссылканы вставить етіп қоясыз. Осы жерде назар аударатын нәрсе, ссылканы былай қарай жылжытсаңыз, мына жерде HTTP деген жазу бар. Соның сол жағындағы барлық қытайша жазуларды өшіріп тастайсыздар. Сөйтіп тауардың ссылкасы ғана қалады. Осы жерден іздеу батырмасына басасыздар. Алдыңыздан тауардың сайты ашылды. Осы жерде төмен жақта русский деп тұр. Автоматты түрде сайт орыс тіліне ақпараттарды аударып берді. Яғни рюкзак мужской деп тұр. Және басқа ақпараттар берілген. Төмен қарай түссеңіздер, көптеген ақпараттармен мына жерде рейтингпен танысуға болады. Яғни бұл тауардың рейтинг 5. Адамдардың қалдырған отзывтарын оқи аласыздар. Ал егер қазақ тілінде ыңғайлы болады десеңіз, мына жердегі 3 нүктеге басып, другие языки деген параметрді таңдайсыз. Осы жерден казахский дегенге басасыз. Сайттағы ақпараттар қазақ тіліне аударылды. Рюкзактар ерлер үшін 17,3 дюймдік кеңейтілген компьютерлік сумка. Төменірек түссеңіздер, міне категориясы дейді. Техникалық сипаттамалары, бағалау, яғни қазақ тілінде толық осы тауар жайлы ақпарат ала аласыздар. Қандай да бір сұрақ туындаса, эксперттеріңізге хабарласыңыз.